Сәлем достар, менің есімім Асқат, және де бұл Алпыспай каналы. Бұл каналда басты мақсатым сіздерге онлайн сатып алуда жәрдемдесу. Бүгінгі видеода дөңгелектің қысымын бақылап тұруға арналған жүйе Xiaomi'нің суббренді 70 май жөнінде. Кеттік. Бұл жүйені, яғни дөңгелектің қысымын бақылап тұруға арналған жүйені сатып алуға мына оқиға себеп болды. Сағыз бен мақаттың арасында жол жоқ. Сол жолда дөңгелегімді тас тескен, оны байқамай жүре бергенмін. Нәтижесінде дөңгелек кәші, дискі кәші, ал мынандай дөңгелектің қысымын көрсетіп тұратын жүйе болған кезде дөңгелектің жарылғанын байқап қалар едім уақытында, және де дискіге және покрышкеге шығындалмайтын едім. Сондықтан да бүгін осы жүйені қарайтын боламыз. Енді мына қорабымызда не бар? Қорабымызда мынандай модуль бар. Күннен қуат алады. Артында 90 скотч бар, яғни жабысуға арналған. Оған қосымша мынандай жабыстырмалары бар. Пайдасы жоқ деп ойлаймын. Және де USB кабель қуаттауға арналған. USB-мен де күнмен де қуаттауға болады бұл жүйені. Так, сосын мынандай 4 датчик бар. Әрбір датчик өзі белгіленген. Ағылшынша. Қосымша жаңағы қатайтатын ондай кілті бар. Сонымен бірге ондай гайкілері бар. Және кілті бар осындай. Оған қоса мына кішкене гайкілермен бірге сәлемдіктер бар. Енді көрейік. 70 май Xiaomi брендінің суббренді болып табылады. 70 майда автомобильге арналған түрлі аксессуарлар бар. Оның ішінде видеорегистраторлар, насос, қыста автомобильді қыздыруға арналған аккумулятор, және де бүгінгі видеоның тақырыбына тиек болып отырған автомобильдің дөңгелегін қысымын тексеріп отыратын сенсорлар. Сенсорларды қондырғаннан кейін дөңгелектің қысымын тексеруге арналып тұрған қосымшаны қондыру өте оңай. Ол үшін Play Market'тен 70 май қосымшасын қондырып аласыз, және де өзіңіздің логиніңізді регистрация жасап, яғни тіркеп, сенсорды қоса қоясыз. Және де телефонынан осы дөңгелектің қысымын көріп отырасыз. Толығымен қондырғаннан кейін біздің датчигімізді былай көрсетіп тұр. Алды, арты, және де телефонды да сондай көрсетіп тұрды. Яғни телефонды қойып қойғат. Давление түсіп өткен кезде сигнал берді. Ал енді бұл дөңгелек қысымын бақылау жүйесінің артықшылығы мен кемшілігін тоқталсақ. Артықшылығы сенсорларды қондыру оңай және қосымшаны баптау өте ыңғайлы. Басқа артықшылығы жоқ. Ал кемшілігі бұл сенсорлардың дөңгелектің сыртында тұруы. Бұл кемшілікті меніңше дөңгелектің ішінде тұратын сенсор қондыру арқылы шешуге болады. Сондықтан да егер сіз дөңгелектің қысымын бақылайтын жүйені алғыларыңыз келсе, дөңгелектің ішінде тұратын сенсорды алған жөн. Бірақ ол сенсорды қондыру үшін сіз шиномонтажға бару керексіз. Бүгінше осы. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Рахмет. Басты мақсатым сіздерге онлайн сатып алуда жәрдемдесу. Сәлем достар, менің есімім Асқат, және де бұл Алпыспай каналы.